Онда бүгінгі жаңағы видео урокты бастайық. Trimble.works'та жаңағы қаладағы сканирование данныйын шифрка жасау ғой, регистрация шифрка дейді. Оны ең алдымен жаңағы полядан келгенде флешкіден компьютерге жазып аласыңдар ғой, получается. Так, демонстрация дейді. Так, демонстрация экрана, да? Мен экран көріп түсіндір, да? Қазір көріп тұрмын. Ага. И получается скачать етіп алған кезде сендерде мен мына үш не көресіңдер ғой? Үш емес, мына получается осындай папканың ішінде жаңағы RVI дейді, RVP дейді. Осы екі файлды жазып аласыңдар. Потом оны жазып алғаннан кейін жаңағы Trimble RealWorks установка жасау керек. Содан кейін барып, сол екі рет басқанда ашасыңдар Trimble.works'та. Бұл программа тек кілтпен ғана істейді, ключпен, электронный ключті USB-ға салғаннан кейін барып жұмыс жасайды. Оны ашқаннан кейін ең бірінші окошко сендер мына менде қазір уже шифрка жасалып тұр ғой, ол уже бөлек-бөлек жатады да. Мында басында экранда ештеңе болмайды. Сосын міне мына ең бірінші регистрацияға кіресіңдер. Сол регистрацияның ішінде мына registration дейтін вкладка бар. Осының ішінде мына екі кнопка ғой. Мына менде қазір серый болып тұр, потому что мен мына жерде выделение болмай тұр да. И мен бұны выделять еткен кезде активный болады да. Вообще негізі шифрканың екі түрі бар ғой бізде. Біріншісі жаңағы облакадағы точкаларды белгілейміз. Онда марка қолданылмайды. А екіншісі чисто по маркам. Марка там сферический либо плоский. Соның бәрі міне мына жаңағы облакаға байлансаң осымен жасайсың. Маркалармен жасасаң осыған басасың. Ана бірінші вариантта характерный точкаларға байлану керек қой да, углдарға солай. Иә. Ол сен ситуацияң жаңағы андай болу керек қой, сол жаңағы угол. Бір точка ол әртүрлі ракурстан көрінген кезде соған байлану керек қой да. Иә, мұнда көруге болатын шығар, бүйтіп бассаң, короче, екі экран шығады. Екі экран болғанда жаңағы бір облака мен екі облака екіге бөліп тұрады ғой. И осындан жаңағы бүйтіп таңдайсың, ручка болып ауысып кетті мен курсор. Мына жерден басасың да, былай, сосын мынадан аласың да, бүйтіп төбесін басасың деген сияқты. Бұл кезде точность ауысып кете ме, қалай болады? Біз әртүрлі жерден таңдаймыз ғой мысалы. Әртүрлі жерден болғанда, бұның точность енді, конечно, аз болады. Себебі дейтін сен енді точканы екі скандада бір жерден точно белгілей алмайсың ғой мында. Иә, сол. Ол андай жаңағы точный емес, даладағы ситуацияларға ма сондайға жарайды да. Ал бізде мысалы резервуарлар сантиметрларға кетіп қалады ғой бұл кезде да. Сантиметр алуға болады, сантиметр, 5 миллиметр кейде көрсетеді ошибкасын. Бірақ енді ол уже бәрі сен на практике қарағанда біраз көбірек болады, 1-2 сантиметр ошибка болады, по-любому. Даже 10 сантиметрге дейін де кетуі мүмкін. Так что бұл енді как бы для общей картины ғой. И өз таңдайсың, сосын мына жерде уже астыңғы экрандарында уже бірге береді ғой сен скандарын. Бұл мысалы көп станция болған кезде өте жақсы көрінеді. И сосын мына екіншісі регистрация шифрка по маркам ғой. Оның да екі жолы бар. Біреуі автоматический, біреуі вручной. Көбінесе автоматическиймен істей саласың, ол өте тезді. Тез болғанда көп ештеңе істемейсің. Просто осылай алдында автоэкстрактты басып саласың. Мен мына жерде міне таңдайсың, бізде қандай маркалар бар. Сферический марка қолдансаң галочка қоясың, диаметр 139 оның. Black and white флаттарға жаңағы плоский маркалар ғой, шахматный. И мына жерде тоже превью скан дейді, жаңағы жеңілдетілген облака точек. Ол мында қай станцияны базовый қылып санайсың, соған қоясың. Бұл особо не важно, любой. По умолчанию тұра берсе де, и окей басып саласың. Потом уже мында біраз уақыт өтеді, может там 15 минут, может там жарты сағат, может даже кейде 1 сағатқа дейін кетіп қалады. Бұл сенің облаканың жаңағы несіне байланысты ғой. Салмағына байланысты. Там кейбіреулер там бір скандардың өзі 1 гигабайттан кетеді ғой.
Сол, бірақ бұл жолмен кеткенде кейде бұл дұрыс ошибка жасамайды, и ондай кезде әрбірде вручную жасау керек болады. Вручную жасаған кезде мына екінші кнопка бар, target based. Осын басқанда уже мына жақтан бізде не шығады? Отдельное окошко. И осы жерде жұмыс жасаймыз. Мына жерде енді мына станция 1 деп қалады ғой негізі. И мына жерде міне станцияларын тұрады да, 1, 2, 3, 4 деп. И ең біріншісіне аласың да, басасың да, таңдайсың да, анализ дейді. Анализ дегенде уже біздің жаңағы мына неміз шығады да, облакаларымыз. Сырой облака. Бұл как картинка сияқты 360 градусты. Панорамный картинка қойды бір станция. Панорама дейді. Оның ішінде міне мыналарды мен мысалы вручную белгілеймін де. Мыналар мысалы жоқ болады да. Мысалы бір станциядан көрсетейін, мысалы қандай болатынын. Мына бәрі удалить етпесін. 1-2 удалить етпесін. И міне көресің де, мысалы мынандай жерлерді белгілемей қалады кейде ол. Өзің көресің, қай жерлерде білу керексің де ол үшін маркаларды қайда қойғанын. И соны білгеннен кейін осы жерге апарасың, экранмен сөйлем, мұнда экстракт. Экстракт басқанында уже тағы да бір кішкентай не шығады, окошко. Ол қайда еді? Мына жерге кіріп кетті. Міне. Мынандайды. И бұнда таңдайсың, қандай марка екен, сфера ма, либо плоский ма, либо даже point target, с точками белгілеуге болады. Мен в основном сферамен осы марканы белгілеймін ғой, черно-белый. И мына басамын да, черно-белый. И мына жерде екі опция бар. Автоматический, бір рет қана басасың, либо мысалы полигональный. Автоматически деген просто шамасын аласың да баса саласың, ол өзі табады марканы. Біз автоматически анықтайды. Так, екінші окошко қайда? Андай шатты. И окей басасың. Create, то есть. Мында высота не важно, название жазып қойып, окей. Но даже автоматически өзінде мен точно таппай тұрмын. Көрсеңдер ғой. 1-2 мм, 3-4 мм жылжып кеткен. Бұлай не пойдет. Шығып кетіп, қайттан удалить етіп тастаймын. Онда просто екінші жолмен жасаған өте дұрыс та, полигональный дейтін таңдайсың. Полигональный таңдағанда, мысалы, бұнан былай полностью белгілеп береміз. Бізге ең самый важный мына перекрестие бар. Осы перекрестиені аласыңдар, былай таңдап жүресің. Болды. И сосын ол мына перекрестияға өз қойып береді. Создать. Окей. Вот, енді біздің точкамыз дұрыс шықты. И осылай бүкіл маркаларды белгілеп жүрсіз. Менде мында мына сфера болмай тұр. Ол да бірақ тура осы сияқты аналогичный. Тек мында мына жерде сфера деп таңдау керек. Сфера деп таңдау керек. И онда уже полигональный керек емес. Мына автоматически мен нормально істейді. Тек диаметрін дұрыс көрсетсін. Бірақ мынандай басқа кейбіреулер таңдалып тұр ғой, олар өздері таңдау кетті ме, әлде бәрін өзің таңдау керексің бе? Оны мысалы былай істеуге болады. Былай істеуге болады болғанда менде практикада былай болды. Жаңағы автоматически жіберіп алдым ғой бәрін. Автоматически анықтатты, и ол кейбір арасында мысалы мынандай 1-2-ін таппай қалады мынандай. И сосын жаңағы дальше мына вручную деймін, сосын қосып жүремін. То есть мына жасыл таргеттер менде болды да, автоматически өзі тауып тұр да, мына екеуін мен дополнительно өзім қолмен көрсетіп жүрдім. Солай істеуге болады. Либо вообще ең басынан бастап каждый станциядан осындай маркаларды вручную белгілеуге де болады. Просто мұнда уже жаңағы ситуацияға байланысты да. Менде алдында мына OSF-тің скан ошибка жасаған кезде ол менде дұрыс қоспай қалды вообще. Мына
осьтар бар емес пе, X, Y, Z. Солардың орындары ауысып кетті де, мен сонысын анықтай алмай қалдым, ол қалай қосатынын. Автоматически ол полигон бір жерден ошибка жіберді деп ойладым да, содан кейін каждый станцияны, 5 станция ма қанша? Так, 7 станция болды. 7 станцияның бәрін осылай вручную белгілеп шықтым. Плоский марканда, сферический марканда. И содан кейін барып тек дұрыс қосты ғой бәрін. Мұнда жасыл болып тұрған нелер, маркалар бар ғой. Иә. Ордың көрсетіп тұр, бірақ ана тура перекрестиеге де түспеуі мүмкін ғой да аналар. Иә. Ол автоматически тапқанда кейде мынандай бұрышына деймін, былай дұрыс түспеуі мүмкін. Соған байланысты ол да уже жаңағы станцияларды бір-біріне қосқанда ошибка жібереді. Соны байқамай қалуға да болады екен да, анау миллиметрлер ғой енді, кетіп қалады, бірақ жиналып бір үлкен бір неге келеді ғой. Анадан 2, анадан 5 миллиметр солай неге перекрестиеге бармай қалса, басып бәрі жиналып шум көбейіп кететін сияқты. Негізінен желательно по идее өзің вручную жасаған дұрыс қой, соған өзің уверенно боласың да, бәрін каждый станцияны зерттеп дегендей. Просто станция көп болмаса ыңғайлы да вручную жасаған, ал егер көп болса ол көп уақыт алады да. Автоматически жіберген ол сен вручнуйнан жасағаннан да көп уақыт алады. Мысалы вручную там 10 минутта жасайтын болсаң, ошибканы там автоматически ол может 15 минут, 20 минут, 30 минут алуы мүмкін. Содан кейін енді желательно фото, содан кейін абрис сияқты схема сияқты жасап алған дұрыс қой неде. Далада жүрген. Сканерін жасап атқан. Соны екіншісін басайын. Тоже полигонмен белгілеймін де. Былай полигон белгілеп, ең соңғы точкаға келгенде екі рет басам. Екі рет басқанда уже вот деген сөз ғой. Мышканың сол кнопкасы, сол жағындағы кнопкасы. И тапты. Окей, мына окошкада мысалы тоже өзінің положениясын түзеуге болады. Менде просто компьютерді дұрыс таппай тұр да. Былай бүйтіп жоғары, төмен бүйтіп қозғауға болады да. Ол нені өзгертеді олар? Ол сол жаңағы мына шығады ғой, перекрестиеде таргет деп. Былай оңға, солға, жоғары, төмен деген сияқты жылыстасы бар. Сол үшін мен рекомендую бұған көп тиіспеуге. Но бірақ мындан белгілегенде жаңағы ішінен белгілейсіңдер ғой, былай бүйтіп. Не обязательно былай бүйтіп асырып белгілеп, осы именно перекрестие бар жерін белгілеу керек қой. Все. Енді өстіп каждый станцияны белгілейсіңдер. Ну, хотя бір станцияны белгілегеннен кейін уже мына жерде шығады принять дейсің. Принять дегенде мынандай бізде предупреждение шығады, там автоматически бір-біріне қоса берейік па деп. Да дейсің. Да деген соң ол жаңағы уже қоса береді бірінші станцияны екінші станциямен, потом сен екінші станцияны тоже осылай анализ жасайсың да. Тоже жаңағыдай мыналар маркаларды белгілеп алғаннан кейін опять-таки принятьті басқанда уже жаңағыдай предупреждение тағы шығады, баса бересің, сөйтіп бүкіл станциялардың бәрі бір-біріне қосыла береді да. И болды, ең соңында принять дейсің, жаба саласың, болды. И әп-әдемі біздің общий картинамыз шыға келеді. Так, қатып қалды ма, жоқ қалды. Зависит етіп тұр. Қалай, түсінікті ма, пока? Түсінікті. Бұл енді сендер жаңағы тек по маркам байлайсыңдар ғой, бір-біріне шифр жасап. Бұнда уже локальный да, уже координаттар қазір локальный да, каждый маркамен. Енді оның бәрін жаңағы өзіміздің жаңағы системаға отырғызу үшін пулковый, либо там заводской, либо там мысалы EURP датум деген сияқты. Оған жаңағы мына кнопка арқылы дальше координаттар бересіңдер неге? Маркалерге. Бұның бәрі серый болып жанып тұрады. Ең бірінші
вообще таба алмай қаласың да, басылмайды деп ойлайсың ең басында. Оны ең бірінші мынаны белгілеу керек те, мына жақтан облаканың проектін белгілегенде мына жағынан. И мында ішінде геореференс дейді, геопривязка. Осы геопривязканы басқанда уже жаңағы біздің таргеттердің списогі шығады, маркалардың. Либо может мына жерден таңдауға, мысалы таргет 5 дейді. Таргет 5-ті мындан табамын. И осы жерде by target. И вот мына жерге координаттарын жазамын. X, Y, Z. И названиесін жазып қоймын. Менде уже мында бәрі жазылған ғой. Просто өстіп қанша 4-5 марканың 4-5 марканың координаттарын жазу керек қой. Қалғандары относительно соларға шығады ғой да, өздері таба ма? Иә. Мына жазған кезде уже мына жерден несі шыға бастайды, ошибкалары шығады. Уже там 5 мм, 2 мм, 3 мм. И уже бұл жерде жаңағы таңдайсың, қайсысымен қайсысы нормально отырады деген сияқты. Сол үшін мысалы координировать еткенде де мысалы точно координировать еткен жақсы да. Мысалы алдында біз OSF-тен мысалы координировать еттім мен маркаларды. Бір маркалармен нормально привязка жасалады, екіншілермен вообще там 10 сантиметр, 20 сантиметр деп ошибка етеді. Бұл жерде де былай қарау керек болып тұр ғой. Ұшып кеткен маркалар бола ма, вообще ешқайсы станциядан келмейтін ба? Иә, ол мысалы мына жерде тұр ғой, name 1, name 2 деп. Осы жерде былай списокті ашады галочкамен. И осы галочкаларды басып таңдап отырасың да. Удалить етпедіңіз ғой да, сонда бір мешать етіп тұрған марка. Иә. И бұның бәрін болғасын жаңағы принять и закрыть. Содан кейін мына жерде уже отчетын шығарамыз да. Так, registration. Иә, registration report. Сохранить. И мында жаңағы қысқаша отчет жасап береді. Ошибкалар қаншадан, 1-2 мм-ден, X, Y, Z-ден қанша ошибка. Мысалы, локальная привязка, одан кейін уже координатная привязка. Даже сен сканердің тұрған жерлерін мысалы координировать етіп береді. И осылай по маркам. Просто информативный, көп түсіне өтмейсің да, просто цифрларын қарайсың. Мен болдым пока осы айтарым осы. Енді Trimble-дікі ғой да программа, ал мысалы біз екінші сканер бар ғой, Leica-нікі. Не формат сәйкес келе ме осыған? Мысалы, одан қандай? Келмейтін сияқты. Мысалы, Trimble-мен Leica-мен жасау керек қой. Екінші, мысалы, басқа сканер болса, өзінің приложениесі. Циклон ба да? Так, Leica-да циклон регистр. Сосын енді мына осы облаканы алдық, сосын одан последующий отчет енді облакадан анализ жасау керек қой да? Облаканы енді осылай қосып аласың да, жаңағы отчеттің қарайсың Word-дағы. Ол болғаннан кейін уже бұны экспорт жасаймыз ғой басқа программада. Оны экспорт жасау үшін мындан registration емес, уже production-ға кіресің. Уже біраз меню өзгереді да. Мына жерде міне облака точка көшіп тұр да. Көрсетпей алдым. Вот. И осы выделять етіп алу керек бірінші экспорт жасау үшін. Потом экспорт кнопка. Home'ның ішінде экспорт selection. И мына жерде түрлі форматтар бар, әртүрлі. Чүк. Енді басынан ең көп қолданатынымыз E57, ASCII формат. Ол облакаларға қатысты. А егер там линия бірдеңе сызатын болсаң, онда уже DXF, кете береді. MicroStation.
Все, сохранить. Оны ертең DXF-қа сақтаған автокадын ашпай қалмай ма? Миллиондаған точка бар ғой. Облако точкты DXF-та сақтай алмайсың, бәрібір сақтамайды. Тек мынаның үстінде кейде болады, линиялар сызады. Линия сызғаннан кейін сол линияларыңды можешь экспортировать. Так, draw polyline. Так, допустим. О, мына жерде список болып шығады, там line дейді. Қандай да бір линия. Сызбайды. Рабочий зонаның ішінде сызылған ғой. Квадраттың ішінде, кубтың. Ноутбук әрең тартып тұр да. Вот. Иә. Линия сызды. Міне, Object 1 polyline. Осыны белгілейсің де, там бірнеше объект болса, можно там shift-ом там бірнеше рет белгілеп тастауға. Соны белгілейсің де, полилинияны. И export. Export selection, именно жаңағы не. DXF. Мына жерде настройкалар өзінің. Можно стандартно оставить. Export. Оны біз жаңағы документтің ішінде Object 1 DXF. Тек линия ғана мықты экспорт жасалады, облакың уже қалып қойды. Алтынбек, хорошо. Молодец. Например, біз 36-тан да қазір 11 скважина алса. Например, сондай 64-тен 54 кетеді. Солай бөліп тастайсыз дейді да, мына бірінші штаб, екінші штаб қалай? 30-ға дейін отырады. Екінші штаб сондай. Тағы да настройкалар, мысалы жұмыс жасауға болады, там объем санауға болады, рельеф санауға болады. Отдельный разговор ғой. Осы нешеден бастап бізде? 51? Ол отдельный разговор қашан болады? 54-ке дейін. Білмеймін пока. Пока не, өзім до конца не изучать етіп. 2000 нешеде? 16 жасадым, 2014 жасадым да? Сторонний бара шығып кетті деп айтшы анда. 45 кейін. Енді айта алмаймын, мен орным осы болып тұр ғой, қысқа жерге қарамай тұрмын. Мысалы бөліп шаш дейді. Или ақырын сөйле деп айтып тұрасыз. Қатты естіліп жатыр ма? Жаныңда тұрған сияқты естіледі ғой. Прям уши режет. Тағы қандай сұрақтарым бар? 20 метрде бар ма аяқтар жерде? Барлығы түсінікті болды именно осы тақырыптың ішінде. Иә, пока жалпы шифка туралы понятно. Енді ары қарай отчет бергенде кімдерге қандай отчет береміз? Сен мысалға мынадан точка алып нетіп жүрсің ғой сен? О жақтары қалай? Или ол отдельный разговор ма? Конечно, олар отдельный разговор. Бүгін біздің жаңағы уақытымыз жарты сағат қой. Тем более сендерге таныстырып отырмын да, шифканы қалай жасайтын. Бұл тек шифканы осында жасап, жаңағы экспортпен сонымен бітеді де бұнда жұмыс пока. Обработка, там отчет жасау, ол уже басқа программа да. Мысалы резервуардыкін жаңағы не деген программа? Циклон 3DR. Так, не экран көріп тұрады, вот циклон 3DR. Давай, предварительно көрсетіп жіберейін, ашылса. Заводтарды ше, мысалы, полный бір не болса, установка, полный комплекс. Осы да жасай ма? Мысалға, мына нелер ғой, труба нелер салу керек, 3D модель салу керек болса дейді. Алдында нұрай салды ғой, компрессорды. Иә, түсіндім. Ол басқа программа, онда біз жаңағы нені қолданып жүрдік. Edgewise дейтін труба, эстакада, сондай салады. Ол жағынан мен қатты эксперт емеспін, онда жұмыс жасаған жоқ. Мен тек 3DR ғой, циклон
бірақ енді онымен де қарау Бағана керек. мен видео көрдім ютубтан, осы ТРБ-да жасалғанда трубаны нелер салып береді, изгиб трубы, автоматический немен. Жоқ, ТРВ-да да мысалы бәрі істеуге болады, просто оның каждый өзінің плагиндары бөлек-бөлек қой. Мысалы там завод дейді, там моделирование дейді, потом тағы да басқандай. Ол каждый плагиндары бәрі ақша, там бәленбай миллиондап тұрады ғой. Мысалы бәрін бізге керек задачаның бәрін ТРВ-да да істеуге болушы еді, егер де мысалы полный версиясы болса. Оған ключ керек дейсің ғой, жаңағы лицензия нелері жоқ дейсің ғой. Ключімен еще жаңағы лицензияға байланысты ғой, бізде тек мысалы не ғана шифка базовый ғана да. Понятно. Сол, ал мына циклонда осы ашасында мына жерде жаңағы біздің какой-то бір облаканы таңдайсың. E57 ал. ТРВ-да не көрсетіп жүр, лимит бокстар қалай экспорт жасайтын. Экспортты көрсетіп. Онда ТРВ-да көрсетіп ғой. Онда қазір тағы да конференцияны жалғастыру керек қой. Жат бітіп. Ой. ТРВ-ның возможностьларын. Зависло. Сен компьютерін зависеть етіп біздікі не болады өше? Не. Так. Жаңағы E57-де экспорт жасағаннан кейін уже осы программаларды аша бересің ғой. Менде дайын қайсысы бар дейді. Міне, допустим. Ашасың, импорт дейсің, болды. Циклонда ол уже. Ол уже, дальше уже циклонмен жүрсің, вообще потом көресің. Пока жауып тастайын. ТРВ-ді жауып тастайын. Уақытымыз жете ме екен? Көрейік. Өшіп қалып жатса, қайтадан шақырамын конференция. Ол да алдында платный версия бар еді ғой? Төлеп бір нәрсе лицензия алуға керек ғой. Енді ол жаста ғой енді, менде емес. Так. Ада бір-екі нәрсе. Сен мұнда ТРВ-ны ашқанда жаңағы немен ашасың ба, Алмас? ТРВ-ны бөлек ашып, проект ашасың ба, әлде жаңағы скачать еткен файл аша саласың ба напрямую? Бәрібір қалай істесең де ашыла береді. Можно там бірінші ТРВ-ны ашып, мына жерден жаңағы қалай открыть дейсің де, жаңағы сол папкаға апарасың, ашып шығып қалдым. Что-то ашып көп шығатын тұр. Либо бірінші ТРВ-ны ашып, потом проект ашып, либо сразу папкаға барып, на RVP дейтін форматқа осыны аша салу ғой, ТРВ-ді. Мен сразу ТРВ-ны ашып береді дейсің. О, жаңағы разница нет тоже. Понятно. Сосын тағы да бір лимит бокс дейтін не бар, инструмент. Тоже керек инструмент, да? Вот. Бізге бір какой-то, мысалы, бір кусок ғана керек та, облаканы жаңа бәрі қостың, да? Сен объемный информация бізге бір какой-то бір кусок керек болса, онда жаңағы лимит бокс дейтін екі инструмент бар. Біреу, по идее, просто біреу extraction, біреу лимит бокс. Extraction деген сол жаңағы қандай да бір жерді белгілейсің де, мысалы, осы кусок ғана керек болса бізге осыны как отдельный не қылып шығарып береді ғой, облака. Бөліп аласың да. Так, бұның несі қайда? Вот. Тоже настройкалары бар. Экстракт дейсің. Тек осы кусогын бұл отдельно бөліп аласың да. И бұны жаңағыдай экспорт жасап, дальше кете береді. Бұл limit box extraction.
Просто лимит бокс деген бар мынау. Ол жаңағыдай тура осы настройкалары бар. Просто ограничивать етесің сен видимость өзіңе ыңғайлы болу үшін жұмыс жасауға. ТРВ-да именно. Просто осы кубтың ішінде барын көрсетеді де, сыртындағысын көрсетпейді. Либо наоборот можно сделать. Үлкен участок алып жүрмін. Мына жерде міне лимит бокстың настройкалары ғой, размерлары мына жерде непосредственно можно регулировать сразу модельді. Және мына жерде алау дейтін нелері метод. Осы бір методты тұра берген. Оны да практика етіп көру керек. Мынау жаңағы пиксель разрешение. Каждый бір пиксель сайын точкаларды экспортировать етеді. Болды. Ештеңе ешқандай изменение көрген жоқпыз. Бұл изменение тек продакшнда ғана көреміз де. Продакшн ішінде міне Object 1 Cloud деп шығып тұр да. Жаңағы мына біздің мына кусогымыз отдельный не болып шығып тұр ғой. Слой сияқты ғой типа. Отдельный слой. И осыны белгілеп можно экспортировать тек осы кусогын ғана керек кусогын. Можно бүкіл точка, бүкіл жаңағы облаканы экспортировать. Бәрі жаңағы келгенде памятка, производительностьқа әкеп соғады ғой, ең соңында. Тезірек жұмыс, бір какой-то кусок керек болып, сонымен ғана жұмыс жасағың келсе, осылай тек бір бөлігін ғана алып аласың да, и осыны экспорт жасайсың. Басқа программа. Типа бүкіл точкаларды алып жасайсың. Сонда 2 миллион точкамен, 2 миллион емес екен. Разрешениесі өте көп болып кетті. Мысалы, бір пиксель деп көрсеттім ғой. Сол кусоктың ішінде 51 миллион точка. Соны азайту үшін жаңағы бір деп қойдым ғой жаңағы. Соны өзгерту керек деді. 5 пиксель, 10 пиксель, сонда уже точкалар азайды. Точка азайса, памяти де азайды деген сөз ғой. Сол, басқа қандай сұрақ? Басқа сұрақ жоқ. Так, бұл видеоның записі болады. Так что любой момент қарай аласыңдар. Бәрі енді маған көп сұрақ қоя бермесін деп жасалып жатқан нәрсе ғой. Тағы да бар екен, негізі мұнда мысалы изучать ететін жерлері бар екен, жаңа қарап отырсам. Основасын түсіндік қой, қалған былай енді на практике өзіміз кнопканы басып істеп көрмесек енді былай. Детальный информация көп болып кетеді бәрі қазір. Конечно, по кусочкам. Алмас. Ау. Алмас. Осы видеоурокты интернетке саласың ба, ютубқа? Білмейді, салып жіберейін де ютубқа. Адресін лақтырып жүр, если что, бізге қалып жатсаң. Сол дұрыс сияқты, жоғалып қалады. Немесе интернетке емес, облакаға сал, или сөйтсеш, облакаға салып та жіберуге болады ғой. Скачать етіп алып келсе. Олай да болады. Сол, мен де сол ойладым, ютубқа салып көрейін дедім. Так. Өзімді қалай көрсетемін? Поделиться деген өшіп тұру керек шығар. Қайда жоқ па ондай?
Так, мынаны қалай алып тастайды? Экранны көріп тұр да қазір. Приостановить трансляцию. Енді мен өзім көріп тұрмын ба? Жоқ, әлі экран көрініп тұр. Солай. Енді ауысты. Қалай, бүгінгі сабақ ұнады ма? Ұнаса плюс қойып отырыңдар. Енді бұл сабақ ұнаса, ар жағында 5 таныс адамыңа жібер. Сонда менен бонус аласыңдар. Қандай бонус бересің? Формулалар бересің, Excel-дағы. Сабаққа бесплатно кіресің. Запись өшті болды ғой. Тағы айтарым бар ма? Так, запись.